Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Біз бүгін өріктен варенье жасайтын боламыз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Әртүрлі кешкі ас және түрлі тағамдар рецептісін көресіздер. Мен 5 килограмм өрік алдым және 2,5 килограмм қант, 1 литр су, 1 лимон алдым. Қазіргі алдымен өрігіміздің ортасын ашып екіге бөліп тазартып аламыз. Содан кейін 2,5 килограмм қантымызға 1 литрдей су құямыз. Мен қазір мөлшерлеп құйып жатырмын. Жақсылап қантты араластырып аламыз да оны пешке қойып қайнағанын күтеміз. Жалпы тосапты әр адам әртүрлі жасайды. Менің бүгін сіздерге өз тәсіліммен бөлісетін болам. Міне пешке қойдық. Біз жарты лимон аламыз да соны бірнеше рет сығып суын қант қосылған суға қосып араластырамыз. Қайнағанша әрдайым араластыру үстінде боласыздар, өйткені қант түбіне жабысып қалмас үшін. Қантымыз қайнады, су қосылған. Осыған бар өрігімізді салып, оны да қайнағанша араластырып, әрдайым бақылау үстінде боламыз. Қатты пешке қоймаймыз, орташа пешке қоямыз. Себебі өріктің асты күйіп кетуі мүмкін. Енді тосапты жалпы банкеге басып жатамыз. Көбіміз мен банкеге баспаймын, себебі менің сақтайтын орным аз. Сол себепте мен кәдімгі өзіміздің кока-кола дейміз, әртүрлі сусындардың бөтелкесіне, пластик бөтелкеге құйып, мен ет қатыратын тоңазғышқа саламын. Ол қатты қатып қалмайды және жақсы сақтайды. Мінекей біздің тосабымыз қайнады. Мен бетіндегі көбікті алмаймын. Әрдайым араластыру үстінде 10-15 минутқа қайнатып аламын. Сәл баяу салқындағанша қоямын да, кейін мен осылай бөтелкелерге жақсылап бір-бірден құйып шығамын. Мен енді банкеге асқан кішкене 1 литрдей қалған екен, соны банкеге құйып алдым. Оны холодильниктің өзіне сақтаймын да, ал ет қатырғыш бөлігіне осы бөтелкемен мен сақтаймын. Тосаптарымды өте керемет дәмді болды. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және сіздермен болған Гүлнұр. Әрдайым сіздер үшін түрлі рецептімен бөлісуге дайынмын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, мен әрдайым салған видеоны сіздер бірінші болып көресіздер. Және менің каналымда түрлі кешкі астар мен түрлі тәттілер, түрлі тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, әрдайым сіздердің пікірлеріңіз, лайктарыңызды күтемін. Мен сияқты үйде отырған аналар және әйел адамдар үшін өте пайдалы кеңес болғанына сенімдімін. Өте жұмсақ әрі дәмді тосап нанмен қосып жеуге және бұнымен шетінен компот жасауларыңызға да болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.